Мағауин туғаннан бастап сонау елсізде Балқаш пен Шұбартаудың ортасындағы Емілтау деген жерде жалғыз кемпір шалдың қолында өсті. Әкесі әскерге кетті, одан Ираннан келгеннен кейін тұтқындалып кетті. Бұл Мағауия ақсақалдың емін еркесі болды. Ал Мағауия мен көрдім қағылез, атбегі, аңғұмар, аңшы. Бір кезде ашаршылықтағы ұшырап қалған ауылын аңмен асыраған адам. Абайды көзі көрген, шеткі әңгімесін тыңдаған, Абайдың Көпбейт деген өлеңі сол Мағауияның қыстауын жайлап отырғанда шыққан. Әуезовпен аралас-құралас болған. Жалғыз үй, жалғыз немере өзінің айтуынша 4-5 жасынан хат таныған. Қазақ эпостарын жатқа білген. Мағауия ақсақал алдына отырғызып қойып, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқытқан. Эпикалық жырдастан жаттап өскен, атасының алқалауымен қазақ әм әлемдік әдебиеттен сусындап үлгерген жас балаға жазушы тағдыры маңдайына жазылғандай еді. Екеуміз бір сырмақ салғызып, үйдің төбесінде жатыр едік. Мағауин маған төніп келіп бүйтіп, «Әй, Шәкент» деді. «Өскенде кім боласың?» деді. Ал енді менің өзімнің көрген өлгім, менің әкем колхоздың бастығы болды. Бастық болам деп айтуға ұялдым. Сон Мағауин, мен жазушы болам деді. Сон кішкене дамылдап тұрып, бүйтіп басын көтерді. Мұхтар Әуезов сияқты деді. Тілдің қиындап кеткен кезі, ұлттың қиналып кеткен кезі, бір нәрселер жоғалып тұр, бірақ идеология бізді басқа жаққа алып баратыр. Сол кезде ұлттық университетте 2 студент бар деген дүңк ете қалды хабар. Оның біреусі сонау 3000 шақырым Маңғыстаудан келген Әбіш Кекілбаев деген бала, екіншісі сонау Семейдің ауылынан келген Абай елінен Мұхтар Мағауин деген. Міне осы 2 студент мұғалімді де, студенттерді де бір өздерінің бөлек болмысымен таң қалдырып жатыр. Онымен үзеңгі қағыстырар, білім салыстырар жалғыз Әбіш Кекілбаев болғаны да рас. Мектепте жүріп, республикалық басылымға әдеби сын мақала жазған Әбішті Мұхтарды Әбіш тапты, достасты. Екі алып, қатар жүріп, бірін-бірі толықтырды, бірін-бірі өсірді. Бірі көркем прозаға ерте бет бұрды, екіншісі ғылымға ден қойды. Менің ұлы ұстазым Бейжанбай Кенжебаев, ұлтшыл ғалым, 60-шы жылдары қазақ әдебиетінің тарихы арғы заманнан басталу керек деген мәселе көтерген. Ежелгі түрік дәуіріндегі әдебиет қазақ әдебиетінің бастауы деп. 68 жыл мен аспирантураға алып қалды да, сол ескі дәуірге салды, тақырып берді. Бұл жерде мәселенің бет ашық мындай жағдай бар. Арғы замандағы ежелгі түрік әдебиеті қалай дегенде қазаққа қатысты ерте ме кеш дәлелденеді. Иә, ол түрік әдебиеті 15 ғасырмен бітеді, алтын орданың әдебиеті. Ал қазақта бұхар жаудан басталады. Бұхар жау 18 ғасыр. Сонда арадағы 3 ғасыр қайда деген мәселе болды, алдыға тартқан мәселені бірі. Осы ортаны толтыру керек болды. Ел болғаннан кейін бар, ешқандай өзде дерек жоқ, мағлұмат жоқ. Бейсекең мен алғым келген жоқ, шынын айтайын. Бірақ Бейсекең жасайсың, жасап деді, тапсырды. Өте қаталдық көрсетті. Сонысы жақсы болды, бірақ жалпы мінезі жақсы адам болады, бірақ ғылымда осы қайтпайтын темірдей берік адам еді. Бейсенбай Кенжебаевтың қолын ғана емес, жолын ұзартқан зерек шәкірттері сол тұста бір шоғыр еді. Ерекше көзге түскені екеу. Бірі Мырзатай Жолдасбеков, екіншісі Мұхтар Мағауин.
Мырзатайды ежелгі түрік әдебиетіне салды, Мұхтарға жыраулар поэзиясын тапсырды. Ол кезде кандидаттық диссертациясын жазып жатыр. Қандай тақырып десеңіз, ол кезге біртүрлі бір ерекше қарайтын адамдар, біртүрлі таңғалып қарайтын, сонау өліп кеткен, жоғалып кеткен ата-бабаның жыраулардың сөзін іздеп жүр бұл бала дейді. Я шалгиз дегенді естіген жоқпыз, мүмкін естіген жоқпыз, ақтан берден естіген жоқпыз. Солардың бәрінің қайдан, сонау архивтерден іздеп тауып атқан Мұхтар Мағауин кандидатты қорғайды екен деді. Сол тұста Мұхтар Мағауин 25 жастағы аспирант екен. Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіздердің сөзін тірілтті. Қазақ әдебиетінің тарихын 5 ғасырға тереңдетіп, кандидаттық диссертациясын қорғады. Берден қайырып жүргендердің қасаң тұжырымын үйретті. Бұл еңбектер кейіннен Қобыз сарыны 5 ғасыр жырлайды деген атпен кітап болып басылды. Мұхаң қазақ әдебиетіне, әсіресе ұлттық қазақ әдебиетіне, қазақ әдебиетінің тарихын 3 ғасырға, өнен кейін 5 ғасырға ары қарай жылжытты шын мәнінде. Оның тарихи, танымдық, соның концепциясын бекітті. Мұхаң бұл ойға 20-21 жасында келді. 25 жасында Қобыз сарынын жазды, мысалы. Ол кандидаттық диссертациясы еді. Сол кездің өзінде бұл үлкен дау-дамайға қалатынын бәрін білді. Мұхтар Мағауин ғана ең бірінші шәкәрімді атын шығарып, Россияда, Петербургта бірінші шығарған. Керемет нәрсе ерлік. Содан басып босады. Елдің аузы ашылды, қақпақ алынды басынан. Мағауиннің әдеби өмірін зерделеп қараған адам 3 кезеңді анық байқар еді. Біріншісі оқырмандық кезең. Мағауия қарттың алдында қисса дастандар оқып, университет бітіргенге дейінгі уақытты. Екінші зерттеушілік кезең. Архив ақтарып, ауыл кезіп, жыраулар поэзиясын жинақтаған жылдар. Бұл бағытта 4 кітап берді. Үшінші жазушылық кезеңі. Өзі де көркем прозаға кештеу келгенін айтады. Мысалы, мен ғұмырбаяндық романын қарап көріңізші. Әбіштің аты жазушы ретінде танылып қалған кезет, ал мен ол кезде әдебиет зерттеушісі ғана болатынмын дейді. Демек, Мағауин көркем прозаға әбден пісіп жетіліп, білім білігі толысқан шағында бірақ келген. Мұхаңның ғалымдығы мен жазушылығы бірін-бірі толықтырып отырған. Бұл енді бұның ерекше бір қасиеті де өте болады. Бұл Мұхаңның алаш әдебиетінің тарихын, қазақ хандығы ғана емес, Шыңғыс хан дәуірі, оның алдындағы ғұн түркі заманының тарихын терең білетін адам еді. Сондықтан да осының бәрін өзінің көркем шығармаларында пайдалана білді. Көк мұнар, бір атаның балалары, тазының өлімі, шақан шері, әдебиет зерттеушісі Мұхтар Мағауин 1964 жылдан бастап жазушы ретінде таныла бастады. Әрине, прозадағы аяғы алысын әуел баста әркім әрқалай қабылдады. Өзде көп сынға ұшырап, жапа қиянат көргенін айтады. Тіпті әдеби жыл қорытындысында Мағауинге дейін роман жазып кетті деп сөйлеген сыншылар да болған. Бізде көп жазушылар бар, әрине. Бірақ білім де бар, білік те бар, суреткерлік жоқ. Мұхаңда осының үшеуі де қабаттасып келген. Біздің көптеген жазушыларымыз қиялдан алып жазады, естіген оқиғаларын алып жазады, фантазияны іске қосады. Мағауинде одан гөрі түпнұсқалармен көп жұмыс істеген адам. Тіпті көркем шығармаларының өзінде анау кесік басқа дейін мысал үшін кәдімгі суретке қарап отырып, құжатқа қарап отырып жазатын жазу Мұхтар Мағауиндікі. Сондықтан да оның бір босаңсуға былай өзінің жазу стиліне қарасақ, мүмкіншілігі де уақыты да жоқ адам. Үнемі дерекпен көркем жазуын екеуін қатар алып отырып жазатын жазушы. Мағауин жазушылық өнерде әдеби білім білігін жақсы пайдалана білді. Бала күннен сіңісті болған қазақы тіркестер, өрелі сөз саптаулар, жыраулар поэзиясының асқақ рухы оның шығармаларынан көрініс тапты. Ол тақырыптан тапшылық көрмеген, бағытынан адаспаған қаламгер. Тарихпен айналысып, ғылыми еңбек жазғандікі болар. Жазу ісіне өте құпты, тиянақты болды. 60-70 жылдардағы шығармаларының қолжазбаларына дейін әлі күнге сақтаулы тұр. Мынаны қараңыздар. Аласапыран бірінші том қолмен жазылды. 1981-де дәл сол кезде жазылған. Қолмен жазылған, сонда Аласапыранның жерде жоспары, міне қараңыздар. Қолмен жазылған міне мәтіні. Міне Аласапыран қалай басталды.
ол кісі шабыт күтіп отыратын адам емес, уақытқа өте ұқыпты болды. Бүкіл өмірінде шығармашылығын жоспарға құрған кісі болатын. Оның алтын дәптер деген дәптері болды. Онда бүкіл өмірінде жазатын шығармаларын очередке қойып жазып отырған. Мына уақытта мынаны, мына уақытта мынаны жазамын деп. Енді оның ішінде үлгіргені бар, үлгірмегені бар. Әрине, жазушыға шабыт керек болмаса да, бап керек, шығармашылық бап. Алаңсыз жазуға жағдай керек, күнделікті күйбең тірліктен ойы азат болғаны ләзім. Бұл баптың бас жібі басқаға емес ортасымен отбасына байланады әдетте. Бұл ретте де Мағауин бақытты. Әуелгіде жан-жары Бақыт апай, бертінде ұл қыздар да оның жазуына барлық жағдай жасап бақты. Ойнай алмайды. Жақсы ойнайды. Жақсы ойнайды. Мағауия ақсақал немересін қалай тербетіп шайқап өсірсе, Бақыт апайымыз да Мағауиннің жүрегін әйел жар ретінде әлдилей білді. Мағауин де жары мен балаларын еркелеткен жігіт тағасы. Бір-бірінің қас-қабағынан, жүрек қылынан түсініп, өз күйлері өзіндегі ерекше тағдырлы жанұя. Шайды іше береді, қойып алып келеді. Жуына шайды маған ұнамайды, қап-қызылдап әкеледі, қап-қызыл ішесің. Bir күн айтқан ғой, мына шайды іше бергеннен ол табарымнан не қалады дедім. Мен осы кітапты бітірсем, ол табардан маған керек жоқ деді маған. Содан кейін ештеңе демейтін болдым. Шайын дайындап беремін. Мағауин Аласапыран романында қазақ Алтын Орда секілді ұлы империяның мирас қоры болғанын, тәуекел есім хандардың тұсында сол империялық әлеуетті қалпына келтіріп, Сібірді иелеуге тырысқанын жазып еді. Бұл туынды Мағауиннің шығармаларының ішіндегі шоқтығы биігі саналады. Осы үшін 1984 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықты алды. Аласапыранды мен қиын уақытта жаздым. Заманның қиын уақыт, совет заманында. Тарихи тақырып қазақ халқының, қазақ хандығының заманы. О кезде тарих жөнінде жазу болмайтын, жарыққа шығаруда көп қиындығы болатын. Аласапыран енді Тәңірдің қолдауымен аман есен бәрі жазылды. 2 жыл 3 айда жаздым. Қолма-қол басылды, біраз қиындығы болғанмен де жақсы болып шықты. Өз айтып отыратын, Аласапыранды жазып болған кезде енді арманым жоқ, өліп қосам да деп айттым деп. Өмір емес, шығармасының жазылмай қалуынан алаңдайтын. Қазақ айтамыз ғой, қарғадым жерде қаза бар дейміз. Оны о кісі жақсы түсінген кісі. О кісі имани адам. Мұхтар Мағауин шығармашылығының бояуы сан алуан. Аласапыранға қарап оны тек романист, тарихи романдардың шебері ретінде танысақ, шығармашылық лабораториясына зор қиянат болады. Ол әр тақырыпқа жазды. Бүгінгі заман келбеті, ескі тарих, аңшылық өнер, ат пен тазы, қарапайым адамдардың өмірі мен тағдырына қалам тартты. Тынымсыз еңбек, үздіксіз ізденіске барды. Өзін өзі қайталамауға тырысты. Совет одағының бүкіл топсасын босатқан 1991-дегі тамыз бүлігінен 3 күн бұрын Сарғазақ романын жариялады. Бұл кітабы кеңестік құрылыстың жаназасын шығарғандай шығарма еді. Бас кейіпкері Стамбек, қазақша Стамбек, орысша Станислав ең соңғы өлім құшқан сәтінде қарғыс деп отарлық кезеңге, отарлық тарихқа қарғыс айтып кеткен еді. Оның болмысы қызық, кейде жазушыдан көрі математик секілді нақты ғылым иесіне ұқсап кетеді. Шығармашылық адамдарында болатын ұқыпсыздық атымен жоқ. Сол жинақылық шығармаларының композициясынан да көрінеді. 15 ғасырдағы кейіпкері сол 15 ғасырдың тілінде сөйлейді. Кітаптағы диалогтарды оқып отырып, құдды уақыт мәшинесімен Алтын Орда заманы немесе Тәуекел ханның дәуіріне түсіп кеткендей күй кешіреді. Батырлар жырын қазақтың ерлік дәуірдегі
ерке бұлаң басаса өскен дәуірдегі поэзиясын жаттап өскен адам. Соның әсерімен, соның ықпалымен прозаға ден қойған. Өте ұтымды пайдаланады сөзді. Ұтымды пайдаланғаны соншалықты бір ойдан бір ойға, бір оқиғадан бір оқиғаға еркін ауысып отырады. Өткен шаққа жеңіл кіріп, жеңіл шығады. Сөздің қуатын барынша шебер пайдаланған адам. Мағауин ұлттық идеяны, ұлт құндылықтарын проза арқылы тарата алған адам. Бір таңғаларлығы қазақтың өр, ерлік шежіресі қанды ойнатар тарихын тірілткен Аласапыран, Көкмұнар, Шақан шері секілді ұлы шығармалары советтік цензураға қалай ілінбей қалғанына қайран қаласың. Құдды диірменнен аман шыққан бидай іспетті, феномендік құбылыс. О кезде лито деген цензура болды. Өзі де айтқанда. Мен Аласапыранды жазған кезде литодан өткен себебі астарлармен бердім дейді, қат-қабат. Бірақ соның бәрінде ашық көрініп тұрды дейді. Бірақ мына қат-қабат астарды аударып неткен кезде олар соншалықты біріне ана оқиғаның қызықтылығына, жағдайлардың соншалықты күрделілігіне еріп отырып, литоның өзі де байқамай қалған еді дейді. Алдаспанда анау қоршау, аңдарды қоршайды, жан жақта бейтіп көп әкеп. Неге? Өмірі қайсы? Қазақ даласын қоршап көреді. Міне, енді сен сүрет қырады. Қырылдық, кім аман қалды? Деген идея, оны ол кездің оқырмандары қазірді көз тірілер айтады. Біліп отырсың. Мұхтар Мағауиннің ел мән бермейтін тағы бір ерекшелігі Едіге деген есім. Жыланды жаздың кейіпкері Едіге, ақылды, зерек бала деп суреттейді. Көкмұнардың бас кейіпкері де Едіге, ізденімпаз, паң, сұңғыла деп кейіптейді онысын. Автордың баласы да Едіге. Едіге Мағауин. Шығармаларында кейіпкер Едіге ғой. Баласының да аты Едіге. Бұл тарихтағы даңқты кейіпкерге, тұлғаға деген бір түрлі табыну, соның рухын жаңғырту, шығармасына соның рухын сіңіру болып табылады деп ойлаймын. Ол балаларының атын ерекше қойды. Едіге, Бату, хандардың, сонау тарихтың аттарын қойды. Сол кезде модадан шығып қалған аттар ғой, бірақ сонысымен де ол ұлтына қызмет етті, үлгі болды, өнеге болды. Мағауин ерекше тағдыр иесі. Ол ортаға сыюды, көпке ұнауды мақсатта тұтқан жоқ. Өз мақсаты, өз әлемі болды. Айтысқа шақырғанмен айтысты, тартысқанмен тартысты. Кесе көлденен келгенде аямайтын, мәмлеге жоқ, ұстанымына тастай. Жаратқан оған жойдасыз қабілет берген. Ең ғажабы да, ең қиыны да сол, оны өзі біледі. Сондықтан ұлымын деп ұялмай айтты. Біз деп айтуға дағдыланып қалған қоғамда мен деді. Кәдімгі Махамбет айтатын мен. Жыраулар жырындағы мен. Кішкентай кезімнен бастап ешқашан жұрттың пікірмен санасқам жоқ. Дұрыс деп есептемесем. Дұрыс деп есептесең, әрине кімнің сөзін болсын қабыл аласың. Сондықтан мен жөнінде не айтады? Қалай болып жатыр? Ол маған әсер етіп көрген жоқ. Өйткені бағытыңнан айдайсың. Бағымызы ашылған халықпыз. Біздің маңдайымызға Мұхтар Мағауин еңбек еткен заманда өмір сүру бақыты бұйырды. Ол қазағына өзінде барды сарқып бергісі келді. Қазақ үшін туды, қазақ үшін жазды. Өкініштісі сол қазағынан алыстау жерде жан тапсырды. Мұхтар Мағауин сүйегі ақштың Мэриленд штатының Парк Лаун деген бейітіне қойылды. Өзінің өсиеті солай. Қай жерде дәм тұзым таусылса, сол елде жерлеңдер дегенді балаларына айтып кеткен. Қаламгер дүние салар сәтте қасында ұлы Едіге мен кәсіпкер Ерлан Әшім болған. Оның айтуынша, жазушының соңғы аманаты да отбасы, әулеті ғам емес, шығармаларын жарыққа шығару, халыққа жеткізу жайлы болды дейді. Бірақ ой бар, бірақ миссиясы бар бұл кісінің. Қазаққа көмек болу керек, қазақты дамытуға көмектесу керек. Бұл кітап арқылы қазақ бойын түзеу керек, қазақшылыққа келу керек деген сол аманаттары сол кітап туралы ғана болды.
ол өзінің кітаптарымен барлық кітапханаларға толды. Ол келер ұрпаққа ғасырдың төрінен бабалар сөзін сөйлейтін болады. Ол ешқайда кеткен жоқ. Ол ұлтымен, өзінің туған елімен бірге. Өйткені жазушының, ақынның өлімі болмайды, олар өлмейді. Сол өлмейтіндердің ішіндегі ірісі, тірісі Мұхтар Мағауин деп түсінемін мен.